әйел адам ғана өзгеріп, отбасы бақытқа кенеле ала ма? Негізі, бұған дейін де мен осы сұрақты үнемі, осы сұрақтың төңірегінде үнемі айтатынмын. Бақытты бола алады деп айтатынмын. Иә, бақытты бола алады, бірақ бұл астық етеді. Егер де күйеуі ересек кейпіндегі адам болмаса, егер де күйеуіңіз ересек кейпіндегі адам болатын болса, әйел ғана өзгеріп, отбасы бақытқа кенеле алады. Сонда бұл жерде тікелей ер адамға байланысты болып тұр. Ер адамның қай неде, өзін қай позицияда ұстайтынына тікелей қатысты. Мысалы, бұны неге айтып отырмыз? Ер адам мысалға да көп жағдайда әйелін кінәлай берсе, әйеліне бүткіл жауапкершілікті іле берсе, әйеліне сен жұмыс жаса, екеуміз жұмыс жасайық деп, мысалы, тапқан ақшасын маған бер деп, немесе сен ақшаңды, тауып атқан ақшаңды анаған төлейсің, мынаған төлейсің деп міндеттесе, мысалға да, бұның барлығы, яғни өзін ересек көріп тұрған ер азаматтың қылығы емес та. Себебі Құранда айтылған үйдің бүткіл жаңағы отбасыңның барлық жауапкершілігі ер адамда деген. Әйелде деген жоқ, әйелге бөліп бер деген жоқ, әйелге міндетте деген жоқ. Яғни кім міндеттейді, кім әйелге бөліп береді сол жауапкершілікті, кім жауапкершілікті әйелден талап етеді? Бұл әлі бала позициясында жүрген ер азамат. Түсіндіңіз ба? Енді біз мына ақпараттық заманда қаншама ақпараттарды естиміз, қаншама нәрсені біліп жатырмыз. Бұның бәрін біліп алып, оказывается, менің күйеуім әлі де бала сияқты болып жүр екен ғой деп, мысалға да, оған уже бала сияқты қарап кетуге болмайды. Яғни сіз оның дәл сондай кейіпте жүргенін қабылдайсыз. Иә, бірақ оған көмектесу керек. Бұл жерде сіз көмектесе алмайсыз, сөзсіз. Яғни сондай бір өсетін орталарда жүруге, сондай бір оқулар, мысалы, курстар бар, қаншама семинарлар бар, вебинарлар бар, сондайларын көруге біз кішкене болса да итермелеп жіберуге жібере аламыз. Біз одан басқа ештеңе жасай алмаймыз. Сондықтан да мен сіздерге айтатыным, жаңа бастапқы сұрақ, әйел ғана өзгеріп, отбасы бақытқа кенеле алады, егер оның күйеуі ересек позициясындағы ер адам болса.